Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Гүлназ. Бүгін сіздерге дәмі ерекше болып шығатын қытырлақ вафлидің рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге жұмыртқа, қант, ұн, сары май және де қопсытқыш керек болады. Алдымен жоғары ыдысымызға бөлме температурасындағы 4 жұмыртқамызды жарып, үстіне қантымызды қосып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Және де қантымыз толық ерігенше араластырғандарыңыз жөн. Оның үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Майларыңыз міндетті түрде 72%-тан жоғары болған дұрыс болады. Және де оның үстіне електен өткізіп ұнымызды және де қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып біркелкі масса ететін боламыз. Міне бізде осындай сұйықтау масса шықты. Енді вафельный ыдысымызды қыздырып, үстіне жаймендеп тестімізді 1-1,5 қасықтай салып, осылай барлығын толықтай тегістеп шығамыз. Содан кейін пісуін күтетін боламыз. 2-3 минуттан кейін вафлиміз пісті. Енді қалаған формаларыңызға келтіріп орасаңыздар болады. Міндетті түрде ыстық кезінде орауларыңыз керек, әйтпесе одан кейін формасын келтіре алмай қаласыздар. Егер сіздерде арнайы формасы болмайтын болса, осы видеодағындай түрлі таяқшалардың формасын пайдаланып жасасаңыздар болады. Осылай барлық вафлиімізді ыстық кезінде орап пісіріп алатын боламыз. Менде барлығы 12 данасы шықты. Міне біздің әп-әдемі ұзынша қытырлақ болып шығатын вафлиларымыз дайын болды. Видеодағындай үгітілмелі болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерде мінсіз қытырлап тұратын вафли шығатынына сенімдімін. Егер сіздерге менің рецептім ұнап жатса, каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.